Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай бір жасағынан шығатын өте дәмді әрі жұмсақ сникерс пирогының рецебімен бөлісемін. Достар, міндетті түрде осы рецеппен жасап көріңіздер. Рецеп ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, құрбыларыңмен бөлісуді ұмытпа. Достар, бұл видеоның рецебі видеоның астында описание бөлімінде толық жазылған. Ең алдымен бір жұмыртқаға қантты салып, қантымыз ерігенше венчикпен араластырамыз. Осындай ақ көбік болған кезде араластыруды тоқтатып, бөлме температурасында тұрған немесе еріген майды осы массаның үстіне құйып, ары қарай араластырамыз. Басқа ыдысқа ұн салып, оның үстіне бір шай қасық разрыхлитель және дайындап алған какаомызды қосып, осылайша араластырып шығамыз. Ұнды електен өткізіп, осы массаның үстіне салып, оны ары қарай осылай араластырамыз. Ары қарай қолмен илейміз. Достар, міне осындай жұмсақ қамыр шығады. Оны екіге бөліп, алдын ала майланған формаға осылайша жайып шығамыз. Бір банка вареный сгущенкаға осылайша арахисті салып, салмамызды дайындаймыз. Оны осылайша форманың бетіне құйып, тегістеп шығып, алып қалған тестамызды теркілейміз. Немесе оқтаумен жайып та бетін жабуға болады. 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 25 минуттай пісіріп аламыз. Бетін өз қалауымыз бойынша сәндеп әсемдейміз. Достар, міне осындай жұмсақ әрі дәмді сникерс шоколадының дәмі шығатын осындай сникерс пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап, жақындарымызды қуантайық.